Сен мына дүниеде өзің күресесің. Себебі Құдай сені жаратты да айтты. Жарату менен, жаралу сенен деді. Бұл дүниеде қарекет бар, амал бар, сұрақ жоқ. Ол дүниеде сұрақ бар, амал жоқ деді. Яғни бұл дүниеде дұрыс істесең де, оң істесең де ешкім сені сұрамайды. Өзің істеп қаласың. Ал аққа қараға айыру тек о дүниеде. Сондықтан Құдай көктен түсіп саған килікпейді. Зұлымға да келіп килікпейді, жақсыға да келіп арқаңа тон жауып сен дұрыс істедің демейді. Жіберетін елшісін жіберді, түсіретін кітабын түсірді. Болды. Енді қиямет қайымда бүкіл есеп ақталады. Ал оғанға дейін сен емтихан тапсырушысың. Сен дәл қазір емтихан майдандасың. Құдайға тапсырдым деп емтихан қағазын ақ тапсырма. Сен емтиханды қарекетіңмен, ісіңмен тапсырасың. Сенен емтихан алушы, математика, физика, химиядан емтихан алушы мұғалім сені оқыған аятыңа, оқыған намазыңа қарап бес қоймайды. Сен анау лабораторияны, тәжірибелерді жақсы істеу керексің. Тапсырманы дұрыс орындау керексің. Эксперименттерді дұрыс жасау керексің. Сонда бал аласың. Тура сол сияқты. Құдай да солай. Сенің тоңқаңдағаныңа қарап бал қоймайды. Сенің істеген ісіңе қарап бал қояды. Қазақ осыны жете түсінген күні, жаратушыны сол жаратушы өз айтқандай деңгейде түсінген күні, жаратушыны бір жауыз ақмақ патшаның деңгейінде түсінгеннен арылған күні, жаратушыны сол өзі түсіндіргендей сол жаратушының деңгейінде, жаратушының болмысын түсінген кезде, және өзінің бүкіл іс-қарекетін жаратушы біліп отырғанын, тіпті ойлаған ойын көріп отырғанын түсінген кезде, қазақ ақиқатқа дем бергенде, ісімен, сөзімен, тілімен, қарекетіменен, бүкіл өміріменен аққа жақ болған кезінде, шындық үшін, әділет үшін күрескен кезінде, қазақ екі дүниенің бақыттысы болады. Ал онсыз қазақ бұл дүниеде де сорлайды, және өлгенде о дүниеде де сорлайды. Сенің бүкіл тоңқаңдағаныңда, мынау 17-18 сағат аш жүргеніңде ол қабыл болмайды. Себеп сен қарекетіңмен, ісіңмен Құдайдың ақиқатына жақындамасаң, бұның барлығы далбаса тірлік. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, жасаған барша дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Жаратушының шексіз ілім иесі екендігін түсініп, өзіміздің шексіз әлсіз екендігімізді түсініп, жаратушыны алдауға болмайтындығын түсінекші бәріміз. Жаратушыны алдауға болмайтынын, жаратушыны өтірік мадақтаулармен, өтірік марапаттармен, тоңқаңдаумен, мадақ айтумен, шүкір айтумен алдауға болмайтынын түсінекші. Иә, жаратушыға мадақ айту керексің. Христиандар шіркеуінде әнін айтып мадақтағандай, мұсылмандар тәубесін айтып мадақтағандай, зікір айтқандай, таспиқ тартқандай керексің. Себебі ол шексіз құдірет иесі, ол шексіз күш иесі. Және сонымен бірге ол шексіз ақыл иесі, шексіз білім иесі. Ендеше жаратушының ақиқатына, жаратушы бізді жаратқанда махаббатпен жаратты, сол махаббатқа қарай ойысайық. Шынайы, адал, таза, қазақ болып өмір сүрейік. Ең бастысы адам болып алайық. Мұсылман болу маңызды ма, жоқ адам болу маңызды ма? Егер сенде адамдық сипаттар болмаса, күллі ғаламның халифасы қып жаратқан, соның билеушісі қып жаратқан адам бола тұрып, адамдықтан шығып тұрып, өзіңді мұсылманмын деп айтасың ба? Мұсылман болу маңызды емес, бірінші кезекте адам болу маңызды. Алдымен адамдығыңды, адамгершілігіңді, қайдан келгеніңді, қайда баратыныңды, қандай міндетің барын біліп ал, содан кейін барып мұсылман бол. Адамдығыңды қарық қылмай тұрып, мұсылмандығыңды еш қашан қарық қылмайсың. Соны түсін қазақ. Аман болыңыздар, қалың елім қазағым, қара орман халқым, ашты айтсам, артық айтсам, айыпқа бұйырмаңыздар. Құдай бізге осы ақылды несіп қылды. Біз 24 сағат жаратушыны ойлаушымыз, жаратушыны сағынушымыз. Біз есіміз бар, тек ұйықтағаннан басқа уақытта бүкіл қараған затымызды, жүрсек басқан ізімізді, көзімізге түскен гүл, шөп, құрт, құмырсқаға дейін сол
көргенде көзімізге жаратушының ғылымы елестеуші адамбыз. Сол жарату хақтығын еске ала отырып, енді сол жаратушының әмірі, яғни ақиқатшылдыққа ойысайық деп, өзімнің үнімді халқыма, қазағыма жеткізгім келді. Аман сау болыңыздар, құрметпен Серікжан Біләшұлы.